Қайырлы күн қыздар, бүгін біз сіздермен қолдан лаваш жасайтын боламыз. Әсіресе үйде донер жасайтын кезде, болмаса шаурма жасағыңыз келсе, сырттан лаваш сатып алмай-ақ, қолда бар нәрселерден өте жеңіл лаваш жасауымызға болады. Ол үшін бізге ұн, ыстық су 100 градуста болмау қажет. Сондықтан су қайнағаннан кейін міндетті түрде бір 10-15 минут суытып қойып, содан кейін барып бір 70 градустағы су керек қой бізге. Содан кейін май және тұзымызды салып, осылай видеодағыдай қамыр илейміз. Илеген қамырымызды жарты сағатқа демалдырып қоямыз. Мінекей біздің қамырымыз дайын, өте жұмсақ болып шығады. Осыны енді өзімізге қажет диаметрде жаятындай етіп бөліп аламыз. Мен 14 бөлікке бөлдім. Яғни менде 14 лаваш шығады. Енді әрқайсысын өте ұнды жұқалап жайып, қамырымызды өте жұқа қылып жаюымыз қажет. Біздің тапамыздың диаметрі қандай, соған сәйкестендіріп қамырымызды жаямыз. Тапамызды қыздырып алдық, май еш нәрсе қимаймыз. Осыған бірден қамырымызды саламыз. Өзі қызара бастаған кезде келесі бетін аударамыз. Дайын болған лавашымызды алып, суды қолыңызбен себелесеңіз де болады, немесе кисточкамен алып жақсаңыз да болады. Ол сол кезде біздің лавашымыз жұмсақ болып, донер шаурма істеген кезде оралатын болады. Міне біздің лавашымыз дайын, жасау жолы өте оңай. Осы лаваштармен үй жағдайында үйдегілерге донер жасап қуантуыңызға болады. Барлығыңызға ас болсын.